Пальпация жасау үшін пациент қолын кеудесіне жинайды, аяқтарын бүгеді, іштің бұлшықеті максималды босаңсуы үшін. Ол үшін не істейміз? Кіндіктен ойша спина iliac anterior superiorға сызық жүргіземіз. Үшке бөлеміз. Осы ортаңғы және сыртқы үштіктің ортасында бізде мінекей соқыр ішек орналасады. Пальпация жасау үшін 4 әдісті қолданамыз. Бірінші кезең қолды қою, екінші кезең теріні жиыру, үшінші кезең тыныс шығарған сайын ену, ішпен демалуын сұраймыз. Сырғаймыз. Қорытындысы, соқыр ішек диаметрі 3 немесе 4 см болады. Қазіргі жағдайда диаметрі 3 см. Пішіні цилиндр тәрізді, консистенциясы жұмсақ, шырылдайды, беткейі тегіс, қозғалмалы және ауырмайды. Сигма тәрізді ішектің пальпациясы кіндіктен спина iliac anterior superiorға сызық жүргіземіз. Ойша үшке бөлеміз. Ортаңғы және сыртқы үштіктің арасында бізде сигма тәрізді ішек орналасқан. Пальпация жасау үшін бірінші алақанды орналастырамыз. Екінші кезең теріні жиырамыз. Үшінші кезең тыныс шығарған сайын енеміз. Ішпен демалуымыз. Төртінші кезең сырғимыз. Қорытынды, сигма тәрізді ішек диаметрі 3 см, консистенциясы тығыз, шырылдамайды, ауырмайды, беткейі тегіс, қозғалмалы, пішіні цилиндр тәріздес.